Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ирафифа. Бүгінгі видеода мен сіздерге сіздің составыңызға арналған топ 7 нападающий позициясында ойнайтын игроктарды көрсететін боламын. Видео бастамастан бұрын менің арнама міндетті түрде тіркеліп лайк басып және де комментарий жаза кетейік достар. Қолдаудан ешқашан шаршамаңыздар, қолдай беріңіздер. Және де менің 200 подписчикқа маған 15 подписчик қалды. Осы видеоны көріп отырған адамдар менің арнама тіркеліп лайк басып кетейік. Енді біз видеомызды бастаймыз. Так, міне бізде 7-ші орында осы игрок, рейтингі 101, өте жақсы. Міне мен сіздерге оны қысқаша көрсете кетейін. Міне Швейцария дейді, өте жақсы игрок, рабочий нога 4-5, выносливость өте көп екен. Особые приемы енді 4 жұлдыз, енді бағасы өте жақсы, қолайлы. Бағасы 4,5 миллион, және де общий 112 дейді. Өте жақсы игрок, міне баршаңыз көріп шығыңыздар, өте жақсы. Міне енді бізде топ 6-шы Ливерпульдің ойыншысы. Бәріміз білетіндей өте мықты игрок тоже. Біріншіден оны ешкім алмаған еді, сосын бәрі оның статистикасына қарап алды. Өте жақсы. Ең біріншіден шыққанда ешкім албап еді. Міне өзіңіз статистикаларына қарап шығыңыз, өте жақсы. Уругвай дейді сборная. Так, өте жақсы. Осы игрок осы против атака режимында өте жақсы ойнайды. Бойы да ұзын. Так, енді бізде 5-ші, ол әрине Жиру, Франция, сборная Францияның ойыншысы екен. Общий тоже 112, ал былай негізгі рейтингі 102. Рабочая нога 5-4, выносливость средний и особые приемы 4 жұлдыз и бағасы 6 миллион. Өте жақсы. Так, усиление навыков удары. Соққысы өте жақсы екен. Міне барыңыз қарап шығыңыздар статистикаларын. Міне осындай. Бойы да өте жақсы, ұзын бойы. Бір угловой болғанда өте жақсы. Және де бізде топ 4-ке кіретін кешіріңіздер достар. Әрине бұл Мурата өте мықты ойыншы, статистикасы өте жақсы. Мен сіздерге бұл ойыншыны қазір осы Мартинес, Депай, Суарес, Муратаны мен сіздерге осы рыноктың уже бір күн 2 күн қалды рыноктың бағасы түсуіне, сол кезде сатып алуға кеңес беремін. Бұлар енді қателеспесем 9 миллиондап тұрады. Өте жақсы. Міне статистикаларын қара кетіңіздер. Рабочий нога 5-5 өте жақсы. Және де общий 118 вообще жақсы. Испания дейді, бомбардир. Міне статистикаларын қарап шығыңыздар. Өте жақсы. Және де рост тоже жақсы екен. Так, енді мен сіздерге топ 3-ке кіретін 3-ші ойыншыны бізге әрине бізде Суарес, Луис Суарес. Бұрынғы Барселона өте жақсы болған еді. Және де общий 118 өте жақсы. Рабочий нога 5-5, выносливость средний, және де особые приемы. Бұл жақта бізде 4 жұлдыз. Және де бағасы 17 миллион. 18 миллионға жуық. Бұл игрокты мен сіздерге тоже рыноктың бағасы түскенде алуға кеңес беремін. Статистикаларын өздеріңіз қарап шығыңыздар. Өте жақсы статистикасы тоже. Уругвай. Міне бойда жақсы, ұзын. Енді бізге топ 2-ке кіретін әрине Депай. Өте мықты игрок деп айта аламыз. Енді бұл жақта бізге рабочий нога 4-5, енді выносливості көп екен. Особые приемы
5 жұлдыз, және де бағасы 16 миллион, усилениесі на второй нападающий Нидерланды. Міне өздеріңіз қарап шығыңыздар статистикаларын. Ускорение 118, силадар 129 өте жақсы. Енді выбор позиции 129 дейді, өте жақсы. Бойы, бірақ бұл жақта бойымен проблема екен. Бойы кішкентай, жарайды, бұл ештеңе етпейді бізге. Енді бізге топ біріншісі бізде әрине Аргентинаның королі Интерде ойнайды. Осы қателеспесем мықты игрок Мартинез атты, өте жақсы. Бұл игрокты мен сіздерге тоже рингтің бағасы түскенде алуға кеңес беремін. Міне қарап шығыңыздар статистикаларын өздеріңіз, өте жақсы. Статистикасы рабочий нога 5/5 өте жақсы. Және де усиление новиков, второй нападающий, және де Аргентина дейді сборная. Міне статистикаларын қарап шықсаңыздар, тағы бойын көрсетейін. Бойымен осыны проблема екен бір шаманы. Осымен біздің видеомызда осы игроктарын алуға кеңес беремін. Өзіңізге қай игрок көп ұнады, соны комментарияға жаза кетіңіздер. Енді мен сіздерге бұл жақта осы Моратаны советую. Бағасы өте қолайлы, және де өте мықты. Осымен біздің видеомызда баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар. Және де видео пайдалы болса, менің арнама міндетті түрде тіркеліп лайк басып беріңіздер. 200 спотқа азақ қалды, 15 ақ бот қалды. Және де баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.